Бейзенің жалған жүкті болған сыры ақыры ашылды. Дәлел табу үшін Ханчер баланың шашын алып, оны Бейзенің шаш үлгісімен ДНК тестке бермек болды. Бірақ ол қайшыны ала бергенде Бейзе байқап қалып, шу көтерді. Бәрінің алдында айыпталып қалған Ханчер амалсыз, не үшін баланың шашын алғанын айтып берді. Бейзе есінен тана жаздап, айқайлап Ханчер өтірік айтып тұр деді. Джиханға жалынды, оған сенбе деді. Джихан сабырға келіп, Бейзеге сыртқа шығуын сұрады. Ол Ханчерден неге бұлай істеп жүргенін сұрады. Сонда Ханчер олардың Бейзеге күмәнданғанын түгел айтып берді. Егер сенбесең, ДНК тест жасайық деді. Джихан бұл жайында түні бойы ойланып шықты. Бірақ соңында тестке келіспеді. Біріншіден, ол Бейзе өзіне өтірік айтып, жалған жүкті болуға барады деп сенбеді. Екіншіден, неге Ханчер кенеттен мұны дәлелдеуге тырысып жүргенін түсінбеді. Тіпті егер бұл жалған жүктілік болса да, Ханчердің оған қандай қатысы бар деді. Ханчер әзірге өзінің Джиханның баласын көтеріп жүргенін айта алмады. Ол бәрін Бейзенің өтірігі ашылған күні айтуға бекінді. Сол кезде Бейзе компанияға өзі келді. Ол әкесімен ақылдасып, бір айла ойлап тапқан еді. Джиханға келісімшарт алып келді. Онда өзі ДНК тест тапсыруға дайын екені жазылған. Бірақ егер нәтижеде баланың шынымен өзінен туғаны дәлелденсе, Джихан онымен бір жола ажырасып, баладан да бас тартуы тиіс. Болашақта баланы көруге де құқы болмайды. Бейзе мұны әдейі істеді. Себебі Джиханның балаға деген махаббатын жақсы білетін, ол баланың өмірін қатерге тікпейді деп сенді. Шынында да бәрі Бейзе ойлағандай болды. Джихан бұл келісімге қол қоймады. Ханчер бұл туралы адвокатқа айтып берді. Адвокат Джиханға Бейзенің бұрынғы әрекеттерін еске алуын сұрады. Қазір тек жалған жүктілік емес. Адвокат енді Бейзенің әпкесін өлтіргеніне де күмәндана бастады. Өйткені әпкесі дәл осы жалған жүктілікті әшкерелегісі келгенде қаза тапқан. Бұрын адвокат үйден тапқан білезікте дәл Бейзеніңдікі сияқты. Джихан Бейзенің кісі өлтіруге барады дегенге сене алмады. Сол оймен ол үйіне қайтып келіп, Бейзенің бөлмесін ақтара бастады. Бір жиынтық әшекейдің ішінен бір білезік жетіспейтінін көрді. Білезік қайда деп сұрағанда Бейзе қайда жоғалғанын білмеймін деп жалтарды. Сосын бәрін Ханчердің айласы деді. Бәрін ойлап тапқан сол деді. Бейзе Джиханға баланы көрсетіп, мына бала сенің жалғыз мұрагерің, сен оны ешқашан қауіпке тікпейсің ғой деді. Джихан жоқ, тікпеймін деді. Бейзе қуанып үлгермей жатып, Джихан сол келісімшартты алдына қойып, қолыңды қой, ертең ДНК тестке барамыз деді. Бейзе қатты састы. Сол кезде Джиханның анасы дереу Бейзеге әкесіне хабарласуды бұйырды. Мұны тоқтату керек деді. Егер бәрі әшкере болса, олардың әулетінің абыройы төгілер еді. Бейзенің әкесі телефонмен естіген соң қызын қасына шақырды. Менің бір амалым бар деді. Бейзе әкесінің үйіне келгенде әкесі әлденеге дайындалып, құралдарын сайлап қойыпты. Бейзе таңғалып, не істемексіз деді. Әкесі жылдам жаңбыр күртесін ки, біз марқұм құрбыңның қабірін қазып, одан бір тал шаш аламыз. Соны баламен салыстырсақ, бәрі ойдағыдай болады деді. Бірақ екеуі топыраққа батып, киімдерімен балшыққа батып, түк таба алмай шаршап қайтты. Сөйтсе, әлгі құрбысы тірі екен, қашып кеткен болып шықты. Бейзенің құрбысы бұл жерден ешқайда кетпеген еді. Ол өз баласын қатты сағынған болатын. Бейзе үйде жоқ кезде, ол ақырын ғана Бейзенің бөлмесіне кіріп, баланы сөмкесіне салып алып кетпек болды. Сол сәтте үйге қайтып келген Джихан аулада біреудің жүргенін байқап, күзетшіге айналаны тексеруді бұйырды. Амалы таусылған құрбысы Ханчердің есігін қағып, оның үйіне тығылды. Ол Ханчерге өзін Бейзеден ақша қарызға алуға келгенмін деп айтып, ешкімге тіс жармауын өтінді. Ханчер оған сеніп, сұрауға келген. Джиханды қайтарып жіберді. Кейін құрбысы қоштасып, туған жеріне қайтамын деді. Келесі күні ғана үйдегілер баланың жоқ екенін білді. Джихан мұны Бейзе жасады деп ойлап, оның әкесінің үйіне барды. Сол кезде олар жылдам кетпек болып, сөмкелерін дайындап жатқан еді. Джихан баланың жоғалғанын айтқанда, қыздың әкесі мұны Джиханның анасынан көрді. Өйткені бала жоғалса, ДНК тесті жасау мүмкін болмайтын еді. Екеуі қашпай, үйге қайта барып, бәрін жасыру үшін рөл ойнады. Бейзе қатты жылап, өзін кінәсіз етіп көрсетпек болды. Мұны көріп шыдамаған Джиханның анасы екеуін бөлмесіне шақырып сөйлесті. Сөйтсе үшеуінің де бала ұрлауға қатысы жоқ болып шықты. Сонда ғана Бейзе мен әкесі баланы құрбысы алып кеткенін түсінді. Джихан полициямен бірге үйге оралды. Олар үйдегілердің бәрінен сұрақ алып кетіп қалды. Бұл уақытта Ханчерде баланың жоғалғанын естіп, кешке құрбысының қолында үлкен сөмке болғанын, түрі қобалжулы екенін есіне алды. Ол бәріне құрбысының баланы алып кеткенін айтты. Бірақ Бейзенің әкесі Ханчердің бәрін ойдан шығарып отыр деді. Бейзе де, мен құрбымды бірнеше ай көрген жоқпын. Ол неге аяқ астынан келіп, баланы ұрлауы керек деді. Бейзе мен әкесі осы сәтте ең қатты қорықты. Өйткені егер полиция құрбыны ұстап алса, ол олардың құпиясын айтып қояды. Олар Джиханның анасымен бірге не істеу керегін ақылдасып отырғанда, полиция қайта келіп, Бейзе балаға зиян келтірді деп Джихан мен Ханчердің арызы түскенін айтты. Бейзені қамауға алды. Ал оның әкесі полиция бөлімшесіне барып шу шығарып, өзі де қамалды. Бейзе мен әкесі бір-бірін айыптап ұрсып кетті. Осыны естіген жеңгесі бәрін түсінді. Баланы шынында Бейзенің құрбысы алып кеткенін білді. Ол бұл туралы полиция құрбысын іздеп жүргенін айтып, құрбысына ескертті. Жеңгесі кеткен соң құрбысы Ханчерге телефон шалып, өзінде айтатын маңызды әңгіме бар екенін айтып, оны және Джиханды кездесуге шақырды. Екеуі барғанда құрбысы баланы құшағына алып, шатырдың төбесіне шығып, секірмек болып тұрғанын көрді. Ол мен түрмеге отырғым келмейді. Бұл бала менің балам. Мен оны ешкімге бермеймін деді. Содан кейін құрбысын полиция алып кетті. Құрбысы полицияға бәрін мойындап айтты. Олар Бейзені ауруханаға апарып, қан тапсырды. Енді Бейзе мен құрбысының баламен ДНК тестін жасауы қалды. Сонда шындық анық болады. Бейзе тергеу изоляторына оралғанда бәрін әкесіне айтып берді. Екеуі де бәрі бітті деп ойлады. Әкесі адвокат жалдап, екеуін кепілмен босатып алды. Олар дереу билет алып, елден қашпақ болды. Бірақ Джихан олардың бұл ойын алдын ала біліп, әуежайда күтіп тұрды. Ол Бейзені күшпен ұстап, үйдің жертөлесіне әкеліп, ДНК нәтижесі шықпайынша ешқайда кетпейсің деді. Жүргізуші бұл істің тез шешілеріне сеніп, Джиханның жеңгесімен кездесіп, оған Джиханның Ханчерге үйлену себебін айтып берді. Шын мәнінде, оның сүйгені сол жеңгесі екен. Ал Ханчер болса, Джиханмен қайта қосылып, баласымен бақытты өмір сүруді армандай берді.
Ақыры көп күткен күнде туды, нәтижелер шықты. Джихан бәрін үйге жинады. Бейзенің әкесі беліне тапанша байлап алып, не болса да бәрі бірге құрып кетсін деп шешті. Бейзенің түрі өңсіз, екеуі де түрмеге кететінін сезіп отырды. Джихан конвертті алып, нәтижені оқуға дайындалды. Бірақ оқып болған соң, ол Бейзеге қарап, кешір деді.